Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Сіздермен бірге физика пәнінің оқытушысы Абдайжанова Мархабат Берікқызы. Құрметті білім алушылар, қашықтықтан оқыту сабағымызды жалғастырамыз. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы электр тоғы тізбек бөлігіне арналған Ом заңы, өткізгіштерді аралас жалғау. Сабағымыздың мақсаты электр тоғы туралы ұғым енгізу және тоқ көздерін қарастыру. Тоқ күшінің кернеу мен кедергінің формуласын шығару барысында Ом заңына анықтама беру, физикалық шамаларды қарастыру және оның өлшем бірліктерін анықтау, есептерді шығару барысында формулаларды қолдануды үйрену. Құрметті білім алушылар, сабағымызды бастаймыз. Негізгі ұғымдар электр тоғы. Электр тоғы дегеніміз зарядталған бөлшектердің реттелген қозғалысы, яғни белгілі бір бағыт бойымен реттелген қозғалысын арамыз. Міне, мына кескіннен байқап тұрған болсаңыздар, кез келген зарядталған бөлшектердің белгілі бір бағыт бойымен реттелгендігін сипаттайтын болады. Электр тоғының негізгі көздері гальвани элементтері, электрофор машинасы, термоэлемент, фотоэлемент және аккумулятор. Гальвани элементтері күнделікті тұрмыста мына жағдайда кездесетін болады. Аккумулятор және батареялар бізге тоқ көздерін беруші негізгі құрал жабдықтардың көзі болып табылады. Тоқ көздері жылулық және механикалық тоқ көздері болып негізінде екі түрге жіктелетін болады. Жылулық тоқ көздері ішкі энергияны электр энергиясына түрлендіреді, ал механикалық тоқ көздері механикалық энергияны электр энергиясына түрлендіреді. Негізгі формулалар мен шамаларға және олардың өлшем бірліктеріне тоқталып өтетін болсақ, ең алғашқы сипаттайтын физикалық шамамыз ол тоқ күші. Тоқ күшін латынның үлкен I әрпі арқылы белгілеп аламыз. Формуласы зарядтың уақытқа қатынасы арқылы сипатталады. Өлшем бірлігі ретінде ампер қабылданған. Келесі сипатталатын шама кернеу. Кернеуді латынның үлкен U әрпі арқылы белгілейміз. Өлшем бірлігі ретінде вольт қабылданған. Ал формуласы жұмыстың зарядқа қатынасы арқылы сипатталатын болады. Келесі сипатталатын негізгі физикалық шамамыз кедергі. Кедергіні латынның үлкен R әрпі арқылы белгілейміз. Өлшем бірлігі ретінде Ом қабылданған. Және кедергінің формуласын тоқталатын болсақ, R тең болады ρ көбейтілген L бөлінген S. Бұл жердегі ρ деп отырғанымыз меншікті кедергі. Меншікті кедергі кейбір жағдайларда оқулықта кесте түрінде бейнеленген, яғни кейбір элементтердің өзіндік меншікті кедергісі бар, тұрақты мәнге ие. Ал бұл жердегі L деп отырғанымыз берілген элементтің негізгі ұзындығы. Ал S деп отырғанымыз қима ауданы. Қима ауданының өлшем бірліктері миллиметр квадратпен, сантиметр квадратпен және метр квадрат арқылы өрнектелетін болады. Ал меншікті кедергінің өлшем бірлігі Ом көбейтілген метрге. Ом заңының негізгі анықтамасына тоқталатын болсақ, тоқ күші кернеуге тура пропорционал және тізбек бөлігінің кедергісіне кері пропорционал болады. Ом заңының ашылуына үлкен үлес қосқан ғалымдар Андре Ампер Мари және Вольте Алессандро Ом Георг Симон. Яғни, осы ғалымдардың ашқан физикалық шамалары арқылы Ом заңы толығымен тұжырымдалып сипатталған болатын. Және жаңа жоғарыда атап кеткендей, тоқ күшінің өлшем бірлігі ретінде ампер қабылданған. Ол тоқ күшін ғылымға ампер енгізген болатын. Кедергінің өлшем бірлігі ретінде Ом қабылданған. Яғни, осы бізде Ом ғалымымыз кедергіні физика ғылымына енгізгендіктен өлшем бірлігі ретінде Ом қабылданған. Ал вольта бізде ол вольт, яғни кернеуді енгізген физика ғылымына. Осы кернеуді енгізу арқылы бізге ол белгілі, яғни атақты, танымал өлшем бірліктері ретінде сол себепті осы физикалық шамаларды физика ғылымына енгізген ғалымдардың аттары берілген. Ом заңын өрнектейтін негізгі өрнекке тоқталатын болсақ, тоқ күшінің түсірілген тоқ күші біздегі беріліп тұрған кернеуге тура пропорционал, ал олардың кедергісіне кері пропорционал. Яғни I өткізгіштегі тоқ күші, U өткізгіш ұштарындағы кернеу, R өткізгіштің кедергісі. Сабақты бекіту үшін мен сіздерге белгілі бір халықаралық бірліктер жүйесіне келтіру мақсатында бірнеше өлшем бірліктерді ұсынып отырмын. Яғни 200 миллиом, 0,5 килоом, 50 мегаом және 50 миллиом, 0,3 мегаом және 3 килоом. Осы шамаларды қалай біз халықаралық бірліктер жүйесіне келтіреміз? Міне,
200 миллиомда 0,2 ом бар. Яғни милли деп отырғанымыз оның -3 дәрежесі. Немесе берілген шаманы мыңға бөлеміз. 0,5 килоом, килода оның 3 дәрежесі бар. Яғни ол миллиға кері бағыттағы шама. Яғни 0,5-ті біз мыңға көбейтеміз. Сонда бізде 500 ом шығады. 50 мегаом. Мегада оның 6 дәрежесі бар. Берілген 50-ді миллионға көбейту арқылы біз 50 миллион омды аламыз. 50 миллиом. Миллида ұмытып қалмаған болса, құрметті білім алушылар, оның -3 дәрежесі бар, немесе берілген сандық көрсеткішті мыңға бөлеміз. Яғни 0,105 омға тең болады. Тура осындай жағдайда өзіміз үй жағдайында қалған екі физикалық шаманы қалай ол жүйеге келтірді, соны анықтаймыз. Яғни 0,103 мегаомды және 3 килоомды қалай омға айналдырды. Осы шамаларды өзіміз анықтаймыз, құрметті білім алушылар. Енді осы тақырыпқа байланысты есеп шығару мысалына тоқталып өтейік. Берілгені есептің ұзындығы 10 метр, көлденең қимасының ауданы 0,1 миллиметр квадрат мыс сымның кедергісін анықтаңдар. Енді берілгені көлденең қимасының ауданы 0,1 миллиметр квадрат, ұзындығы 10 метр. Енді мыс сымның тұрақты меншікті кедергісі 0,17 ом көбейтілген миллиметр квадрат бөлінген метрға тең. Табу керек бізге кедергіні, R-ді табу керек. Яғни кедергіні анықтайтын формуланы аламыз. R тең болады ρ көбейтілген L бөлінген S-ке. Барлық сандық көрсеткіштердің мәнін орнына қою арқылы біз кедергіні анықтап алдық. Яғни 1,17 омға тең. Сонда мыстың негізгі кедергісі 1,17 омға тең болды. Және тағы да бір есепті алып қарастыратын болсақ, ұзындығы 120 метр, көлденең қимасының ауданы 0,105 метр квадрат, нихром сым темір 220 вольт кернеу көзіне жалғанған. Сымдағы тоқ күшін анықтаңыз. Есептің берілу шартын жазып аламыз. Яғни ұзындығы 120 метр, көлденең қимасының ауданы 0,15 миллиметр квадрат, кернеу 220 вольтқа тең және нихром сым темірінің меншікті кедергісі 1,1 ом көбейтілген миллиметр квадратқа тең. Енді құрметті білім алушылар, осы жерде сіздер мынаған назар аударамыз. Бізде көлденең қимасының ауданы метр квадратпен берілген. Біз ол есептеуді миллиметр квадратқа айналдырып алдық. Себебі меншікті кедергінің кестеде берілген өлшем бірлігі миллиметр квадратты қамтиды. Сол себепті көлденең қимасының ауданын біз миллиметр квадратқа айналдырып алдық. Енді табу керек сымдағы тоқ күшін, яғни айды анықтау керек. Тоқ күшіне байланысты негізгі өрнекті анықтау үшін біз бірінші кедергіні анықтайтын формуланы жазып аламыз. Есімізге сала кетсек, бұл жерде біз Ом заңының формуласын аламыз, яғни U тең болады, I тең болады U бөлінген R-ға, яғни кернеудің кедергіге қатынас арқылы өрнектеледі. Енді құрметті білім алушылар, бұл жерде бізде кернеу берілген, бірақ кедергі берілмеген. Сол себепті ең алдымен біз кедергіні анықтап аламыз. Кедергіні анықтайтын формула R тең болады ρ көбейтілген L бөлінген S. Сандық көрсеткіштің барлығын орнына қойып есептеу арқылы кедергінің мәні 264 омға тең болды. Енді барып бізге қажетті тоқ күшін анықтаймыз. Кернеудің кедергіге қатынасы арқылы, яғни 220 вольтты бөлеміз 264 омға. Сонда тоқ күшіміздің мәні 0,183 амперге тең болды. Үй тапсырмасы, құрметті білім алушылар, формулаларды қайталаңыз және төменде көрсетілген есептерді шығарамыз. Бұл есептердің барлығын параграф білімге жүктедім және тақырыпқа байланысты барлық материалдар параграф білімде бар. Енді сіздер маған үй тапсырмасын толығымен орындап, кері байланыс есебінде параграф білімге жүктейсіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.